Бұл велосипед арнайы бір клиенттің тапсырысы емес, ол менің үйімде жатқан велосипедтердің бірі. Бүгін сонымен реставрация жасауға кірістім. Велосипедтің покрышкалары өте ескіріп кетіпті екен, тесілген соншама камерасы да көрініп тұр. Ал мынандай ортасындағы педальдары өте нашар қалыпта болған, және де осындай оның шатундары да бояулар кетіп қапты. Велосипедтің қисық екен, және мына жерінде лентасы жоқ екен. Велосипедтен лента орап, оның сегіздігін құртып, және де жақсылап шабақтарын тартып дайындап қойдым. Және де велосипедтің осындай шатундарын алып, мен қара бояумен бояп жаңарту жұмыстарын енгіздім. Мінекей, және де педаль тақтым, бірақ педальды видеоға түсіруге мен үлгермей қалдым, өкінішке орай. Және де велосипедтің артынан андай жүк тасығыш темірін мен орнаттым, өйткені өзінде жоқ болған. Одан кейін андай жан жағында тұратын дөңгелектерін орнаттым әдейі. Болашақта кішкентай балаларыңыз отырып велосипедті үйреніп тебуге арналған үшін. Және де осындай велосипед дайын болды, және қосымша ретінде оған арнайы аксессуарлар, яғни клаксон және сол жағына айна орнатып қойдым. Сіздермен болған Велосити, көп рахмет.